Мен бұрын соңды тап осындай нәрсені жалпы жамағатқа, бұқараға жеткізген еместімін. Бұл Төлеген Момбековтің жыраулығы жайында айтқым келеді. Төлеген Момбеков салтанаттың, Қосбасардың, Бозыңгөрдің авторы ретінде көп адам білетін шығар, жақсы орындаушы ретінде. Бірақ ол кісінің түпсіз жырау екенін екінің бірі біле бермейді. Өйткені дәстүр дейтін нәрсені жіктеп бөліп жүрген кейінгі жылдар өзіміз. Негіз дәстүр тұтас нәрсе. Дәстүрлі өнерпаз, ол өзі күйші, ол өзі жыршы, ол өзі әңгімешіл, өзі шежіресі, осының нәрсенің бәрін бір бойында жинаған еді. Қозымолдаққа 89 жылдың июлінде бардық. Төлеген Момбековтың күйлерін жазып аламыз деп. Енді айтуға келмейтін күйші ғой. Сол жаңа жерде Қаратауды жерпесін Қаратауды боздатып, тартып келе жатып бір кезде біраздан соң әбден қызынып алған кезде Төлеген ағамыз жырға тізгін берді. Үміттің зары деп айтатын бір жырдың шетшағасы. Сарысудың төмен қаққаны саласындай, бетпақ пен қоңырқұмның арасындай, ішінде жағалбайлыңа болды бір қыз 1901 жыл шамасындай. Сол қыздың сұрасаңыз, аты үміт бек тұрған күннен күнге боғып от жағып қазан асып ауқат еткен ұл туған ұл шешесі жайлау жүріп, жайлау жүріп. Сол кезде үміт келген 11 жасқа бала жоқ бек тұрғанда бұдан басқа. Тап өткен кедейліктің өмірінде жармай ерге емеу жер асқа. Айтуыш жоқ бек тұрғандаңа, жалғыз басы жек жаттан жұрдай болған айна басы. Айманлап беттен сүйіп, қуанады үмітті ортағалы ата-анасы. Қарағым айналайын қалқам үміт, іш жаққа бара алмайсың үйден шығып. Үстінде киімің жоқ жалаң ашсың, қайтейін амал бармай ау жоқшылық. Ей арман қылысын ойлап, ата-анасы 14 сонда келген қыздың жасы. Сүйегі таза сұлу болады деп, күңкілдеп сөз қып жүрді өлер аса. Байқап отырсаңыздар, бұл жерде музыканттар ұсатылып отқанда өзі көбінерде си-бекар мен си-бемоль қатар келмейді ғой. Ондай заңдылықты қойған Төлеген атамыз жоқ. Деген кезде жаңа жерде лекітіп отыратын бір енді өтте мықты күйші болмаса екінің бірінің есіне келетін нәрсе емес қой. Енді сен жырдың жалғасы. Сөйткен қыз жаңа жерде беріп жібереді ғой, енді әбден кедейліктің тап өтіп қиналғанда, сол қыздың қоштасқанда енді алдындағы 11 буынды қара өлең үлгісімен айтты ғой. Енді 7-8 буынды жыр үлгісімен келген кезде өлең басқа жақ қарай ауысады. Ватаным, зарлатып малғаңа бергенің, екеуіңнің мен едім, ортаңдағы сенгенің. Опасы шіркін құжалған түстімен маған шеңгелің. Жанашыр үлкен ағаның алақанын көрмедім, ит
өлген жерге кеткенше біреуің неғыба келмедің. Көз жасым әкеу мойныңда, осыма жалған көрмегім. Sararka suyu yaman bol, kısı da жазыңа жайлаған, қоңырдың құмы аман бол, отарлап қойда байдаған, шу өлке саянан бұл шалқынға бие байлаған. Қатарда құрбым аман бол, әзілдесіп ойнаған, жеңгелерім аман бол, сырласып біргең ат ойлаған. Көз жасым әкеу мойныңда, жерінбеді ойлағын. Деп Төлеген Момбековтен қалған осы бір мұрат. Салтанатын айтпағанда, Қосбасарын айтпағанда, өте жаны жайдары. Сондай атамыз еді, соқысын алдын көріп едік. Одан қала берді, Мағауия Хамзин дейтін ақсақал болды. Ол кісінің енді бір керемет ұтымды сөйлейтін, бір елдің бәрін отырған жерінде күлкіге көміп отыратын, ескі шалдардан қалған қағытпас әдемі ақсақал болатын. Енді өзі Ақтоғай өңірінің қазағы ғой. Ол өңір өзі ән мен күйге ерекше. Күләштің, Манарбектің ауылы. Одан қалған күйді сол кісінің қолынан үйрендік. Ол кісі домбыраны былай ұстайды, сіз өзінің домбырасы ерекше болады. Опорный звук дейміз андай. Сол, неде көп пайдаланатын до, ре, осы нелердің пернені басатын жерін қазып қоятын, өзі шебер, керемет шебер кісі еді. Сонда жаңа жерде қолынан үйретіп еді. Жайлау өзіңге ғой, керемет. Ол кісінде келтіріп тарту қайда. Бірақ Қоңырқазы тартқан кезде, сосын бір Қобыздың күйлерін кейін өмірінің соңында неге домбыраға салып тартты. Ол кісілер өзінен әрдей келе жатқан ақ қызым болсын, сол кісілерден келе жатқан үлкен, тіпті тәттен беттен бері қарай келе жатқан үлкен көштің бір заңды жалғасы сияқты болатын кісі болатын. Бірақ бір бүкіл қазақы сипат дәстүрлі музыкадағы ерекшелікті қанша жерден заманауи қалыпқа түседі, негізі шеңбер заңдылығын бұзбай келе жатқан кісілер болады. Хамзиндар сондай адам еді. Одан Рысбай Ғабдиев ағамызды көрдім. Бекзат адам еді. Сосын кереметте баға беріш болатын әнге. Енді қайда енді ол кісілердің домбыра тартысы бөлек. Сонда Қолың жүздек бек болады, көрші мұнан деп маған Шалпайындағы ол кісілердің қасына жүргенде құр жүргеннен бірсе барын алып басқаға жеткізу үшін не көреміз ғой. Сол кезде қарап отырсақ, жіңішке шек тағып алады да. Байжұманы, Көрұлы, Құрманғазы күйлерін тартқан кезде
айта берсе енді бұл кісілердің тартысы жай ырыстахандардың тартқаны бір пародиясы сияқты нәрсе ғой. Жалпы көзін көргендігімізді соларды айта кеткіміз келеді. Одан Нұрғиса Тілендиевтер, бұл кісі неге айтып отырмын? Сен ән айтып отырып, күй жайында неге әңгіме айтып кеттің деген сөз болмасын. Жалпы айтып отырмын, Төлеген Момбековтың әнге жақындығын, мен Мұхамеджан атайымның әншілігімді айтпай-ақ қояйын ол жерде. Нұрғиса Тілендиев енді құстар әнінің авторы ғой. Бүкіл домбыраға қаншама әндер арнап жазған адам. Бірақ осы сахнаны бір жарықтық бір елеп ішкен адам еді. Қалай болса сахнада солай ойына келген істейтін. 85 жылы не болып отыр? Жеңістің 40 жылығына опера театрда не болып отыр? Концерт болып отыр. Сосын жаңа жерде кестелер Малдайтов Бекен Жылысбаев ағамыз шықты, тағы бір соғысқа қатысқан бір ағамыз бір Роза Бағланова шықты, Роза апам Ақсамара городокты айтып. Тілендиевті соғысқа қатысқан ғой Нұрғиса ағамызда. Ол кісі шығып жаңа жерде күй тартқанда соғыс туралы не күй тартады деп ойлап отырмыз ғой. Отырар оркестр артында отыр. Bir кезде шықты. Кеткен кезде жаңа жерде сөйтіп алып келіп неге оркестрға сылқ етіп түсіп кетті. Ол кісінің домбыра тарту бәрі ерекше болатын. Бәрі қараңыздар. Қазір оркестраны тартып ғой. Үйі тартып жүрміз осы бәріміз. Бірақ Тілендиев тартқанда тапырақтатып басқаша шабып, қазақи шабатын. Қалай дейін? Бір хроматический тең-тең болмайды арасы. Bir erkentlikпен шабады. Мысалы үшін жаңағы сол бірнеше рет айтты. Айналайындар, соль, фаға теге тейді. Па солға барады. Соған қарай теге теткізіңдер. Епті жақындатыңдар. Хроматический соль алмайсыңдар. Сөйтіп, бұл ақасы қазақы таным екен. Қазақы ұғымдағы дыбысты түйсіну қысқасы былайша айтқан кез. Біз өзіміз құдықтың түбінде құрбақ аспан теңгедей көрініп, өзінде хроматикалық негіз қалыптаспай, әбден европалық қалкаға түсіп алған кезде, біз кейбір нәрселерге, дұрыс нәрсеге біз қате ретінде қараймыз. Негізінде дұрысында Нұрғисалардікі, дұрысында Мағауия Хамзидікі, Әбікен Хасеновтердің тартқанында дұрыс. Ол жерде кейбір нәрсені хроматикалық бір мұздай дәл қылып алмайды. Бір нәрселер жетіспей, ынтығынды кетіріп, адам ындының іждихатын шақырып тұратын осындай үлкен тәсілдер, мысалы үшін Тілендиевте болатын. Қарасаңыз, бұл да дәстүр.